Егер сіз таңертең ұйқыдан тұрғанда шаршаңқы болсаңыз, бетіңізде немесе көзіңіздің астында ісіну байқалса, шашыңыз түсіп сирей бастаса, бұл жай ғана шаршау емес. Көп адам осы белгілерді байқайды, бірақ себебін білмейді. Әсіресе анализдеріңізде қалқанша без гормондары қалыпты болса, түрлі мамандарға бар, витаминдер қабылдап көрдіңіз, бірақ нәтиже болмаса, онда ең жиі назардан тыс қалатын себептердің бірі темір тапшылығы. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Көп жағдайда адамдар тек гемоглобинге қарап бәрі жақсы деп ойлайды. Бірақ ағзадағы темір қоры, ферритин, мүлде төмен болуы мүмкін. Темір ағза үшін өте маңызды элемент. Ол қан арқылы оттегіні бүкіл денеге тасымалдайды. Қарапайым тілмен айтсам, ол оттегіні таситын көлік сияқты. Егер темір аз болса, оттегі денеге жетпейді. Сол себепті сіз өзіңізді үнемі шаршаңқы сезінесіз. Көп адам бұл белгілерді стресс, ұйқының жетіспеуі немесе гормондармен байланыстырады. Бірақ түпкі себеп қарапайым ғана темір тапшылығында. Тағы бір маңызды нәрсе. Мұндай жағдайда спортпен белсенді айналысу көп жағдайда кері әсер береді. Себебі ағзада оттегі жетіспей тұрған кезде қосымша жүктеме оны одан әрі әлсіретеді. Сондықтан спорт арқылы энергия жинаймын деген ой әрдайым дұрыс бола бермейді. Темір не үшін қажет? Бүгінгі өмір салтымызға қарасақ, біз темірді бұрынғыға қарағанда көбірек жоғалтып, аз алып жатырмыз. 20-30 жыл бұрынғы тағам мен қазіргі тағамды салыстыруға келмейді. Қазіргі тағам құрамында консерванттар, бояғыштар, антибиотиктер көп. Сонымен қатар қоршаған ортада пластик, көлік түтіні, тұрмыстық химия көбейген. Неге бұл маңызды? Өйткені ағзадағы зиянды заттарды шығаратын жүйе детоксикация жүйесі темірге тікелей байланысты. Қарапайым тілмен айтқанда, қаншалықты ағзаға зиянды зат көп түссе, соғұрлым оны шығару үшін темір көбірек қажет болады. Сондықтан темір тек қана гемоглобин үшін емес, ол гормондардың түзілуіне, яғни синтезіне қатысады. Энергия түзілуге қажет және детокс жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Ағзаға темір тамақ арқылы келеді. Бірақ барлық тағамдағы темір бірдей сіңбейді. Ең жақсы сіңетін темір еттің ішінде, әсіресе сиыр етінде және бауырда болады. Бұл ағзаға оңай сіңетін темір. Алма, жаңғақ, шпинатта да темір бар, бірақ ол өте аз сіңеді. Яғни, олармен темірдің орнын толықтыру қиын. Сондықтан темір тапшылығы кезінде тек дұрыс тамақтанып жүрмін деп ойлау жеткіліксіз. Маңыздысы, қандай тағам жеп жатқаныңыз. Көп жағдайда адамдардан сіз ет жейсіз бе деп сұрасаңыз, жауап иә. Бірақ нақтылап сұрағанда олардың 60-70% тек тауық етін тұтынады. Тауық еті жеңіл әрі қолжетімді, бірақ оның құрамындағы темір мөлшері қызыл етпен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Тағы бір мәселе, сіз темірге бай тағам жесеңіз де, ағза оны сіңірмеуі мүмкін. Себебі қазіргі кезде адамдардың көпшілігінде асқазан ішек жолында жасырын қабыну процестері кездеседі. Бұл асқазан ішек жолының қабынуы деп аталады. Мұндай жағдайда темір дұрыс сіңбейді, қанға жеткілікті мөлшерде өтпейді. Нәтижесінде тапшылық пайда болады. Асқазан ішек жолының қабынуы қазіргі уақытта тағаммен тікелей байланысты. Себебі рафинатталған өнімдер көп, дайын тағамдар жиі тұтынылады. Құрамында консерванттар мен пайдалы бактерияға қарсы заттар бар. Осының бәрі ішек микрофлорасына әсер етіп, қоректік заттардың сіңуін нашарлатады. Темір көрсеткіштерінің нормасы туралы айтқанда, бәрін бір өлшеммен бағалауға келмейді. Неге? Өйткені әр адамның ағзасы әртүрлі. Бір адамға жеткілікті болған көрсеткіш екіншісіне аз болуы мүмкін. Мысалы, бір адам аптасына 5 рет спорт залға барып, жүгіріп, белсенді өмір сүрсе, ал екінші адам күні бойы кеңседе отырып жұмыс істейді. Яғни, олардың темірге деген қажеттілігі әртүрлі болады. Тағы бір маңызды нәрсе, ерлер мен әйелдерде темір тапшылығы әртүрлі өтеді. Неге бұлай? Өйткені әйел ағзасы табиғи түрде темір тапшылығына бейім. Яғни, әйелдерде темір жетіспеушілігі жиі кездеседі. Себебі ай сайын қан жоғалту, етеккірдің келуі, жүктілік, бала емізу. Осының бәрі темірдің белгілі бір деңгейде азаюына алып келеді.
Яғни, әйел ағзасы бір мезгілде өзі үшінде, бала үшінде жұмыс істейді. Ал ер адамдарда мұндай физиологиялық ерекшеліктер жоқ. Сондықтан оларда темір азайса, ағза оны ауыр қабылдайды. Өйткені ағзадағы созылмалы гипоксия оттегінің жетіспеуі оларда айқын сезіледі. Сонымен қатар, ер адамдарда бұлшықет массасы көбірек болады. Ал бұлшықет неғұрлым көп болса, ағзаға соғұрлым көп темір қажет. Темір препараттарын қабылдағанда шамамен 25-30% ғана шекке сіңеді. Қалған бөлігі толық сіңбей қалады. Сондықтан темір препараттары ішекке жағымсыз әсер береді. Мысалы, іш кебуі, іш өтуі немесе іш қатуы сияқты мәселелер пайда болады. Осы себепті кей адамдар бастапқыда 1-2 апта шыдайды. Бірақ кейін бәрібір көмектеспейді деп дәріні ішуді тоқтатып қояды. Тағы бір үлкен қате. Адамдар көбіне дәрінің орнына БАДы, яғни биологиялық белсенді қоспа сатып алады. Бірақ маңыздысы, темір тапшылығы БАДы арқылы толық емделмейді. Өйткені олардың құрамындағы темір дозасы әдетте өте төмен болады. Олар көбінесе емдеуге емес, алдын алуға, немесе ағзаны қолдауға, яғни профилактикаға арналған. Тіпті БАДы кейде бір адамға жақсы әсер етсе, екінші адамға мүлде нәтиже бермеуі мүмкін. Себебі ішек жұмысы, денсаулық жағдайы бойынша әр ағза әртүрлі. Сондықтан көршіме көмектесті, маған да көмектеседі деп ойласаңыз, қателесесіз. Темір тапшылығы қалай көрінеді? Бұл кезде адам үнемі оттегі жетіспеушілігі жағдайында өмір сүреді, яғни созылмалы гипоксия дамиды. Бұл не деген сөз? Тіпті ең қарапайым физикалық жүктеме кезінде де ағза бірден шаршайды. Мысалы, адам 1-2 қабат баспалдақпен көтерілсе, жүрегі қатты соға бастайды. Әсіресе әйел адамдар жиі терапевтке келіп, доктор, менде қатты жүрек қақсы, тахикардия дейді. Неге жүрек қатты соғады? Өйткені ағзаға оттегі жетіспейді. Жүрек миға оттегін жеткізу үшін жиі соғуға мәжбүр болады. Бұл ағзаның табиғи қорғаныс реакциясы. Бұл кезде тек жүректі тексеріп қана қоймай, темір тапшылығы бар ма, соғанда мән беру керек. Тағы бір маңызды мәселе. Қазір көптеген адамдар антидепрессант қабылдайды. Неге адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді? Себебі темір жетіспесе, миға оттегі дұрыс бармайды. Сол себепті адам ұйықтаса да таңертең сергек болмайды. Энергия сезбейді, әлсіз күйде қалады. Сондықтан мәселе әрдайым антидепрессантта емес. Негізгі себеп ағзадағы темір деңгейінде. Қазіргі кезде емдеу әдістері де препараттар да жақсы. Бірақ ең бірінші қадам тамақтануды реттеу. Бірақ маңызды мәселе бар. Созылмалы гипоксия кезінде ағза тез энергия беретін тағамды қалайды. Сондықтан адам көбіне тәтті, үн өнімдері немесе жылдам қуат беретін тағамдарды таңдауға бейім болады. Осылайша тұйық шеңбер пайда болады. Ағзада оттері жетіспейді, әлсіздік пайда болады. Адам тез қуат беретін тағам жейді. Жағдай уақытша ғана жақсарып, кейін қайта нашарлайды. Сондықтан бәрін бір уақытта жасау керек. Яғни, асқазан ішек жолын қалпына келтіру, өттің дұрыс ағуын реттеу, тамақтануды дұрыс жолға қою, темір тапшылығын толықтыру. Яғни, бір ғана әдіспен емес, бәрін қатар жүргізу керек. Әйтпесе, нәтиже баяу болады, немесе мүлде болмайды. Қандай анализдер тапсыру керек? Сонымен, ең соңғы маңызды мәселені талқылайық. Ең алдымен жалпы қан анализін міндетті түрде ретикулоциттермен бірге тапсыру керек. Себебі олар ағзада жаңа қан жасушалары қаншалықты түзіліп жатқанын көрсетеді. Егер қан анализінде ретикулоциттер мөлшері нормадан төмен болса, бұл қан түзілу процесінің баяу екенін білдіреді және жиі темір тапшылығын көрсетеді. Бірақ маңыздысы, егер сіз лабораторияда арнайы сұрамасаңыз, оларды автоматты түрде қоспауы мүмкін. Бұдан бөлек негізгі маңызды көрсеткіштер: ферритин, трансферин, қан сарысуындағы темір. Бұл анализдердің бәрін кез келген зертхана жасай алады.
Бірінші ферритиге тоқталайық. Ол ағзадағы темірдің қоймасы. Ферритин бұл жедел қабыну кезінде көтерілетін ақуыз. Яғни, егер сіз анализді аурудан кейін, ауру алдында немесе ағзада созылмалы баяу қабыну бар кезде тапсырсаңыз, ферритин жоғары болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл темір жағдайы жақсы деген сөз емес. Ол қабынуға байланысты жоғарылап кетеді. Сондықтан тек ферритинге ғана қарау жеткіліксіз. Бұл кезде біз міндетті түрде трансферинді де қараймыз. Бұл темірді тасымалдайтын ақуыз. Бүгінгі таңда көптеген адамдарда трансферин тапшылығы бар. Яғни оларда тек темір емес, сол темірді тасымалдайтын ақуыз да жетіспейді. Мұндай адамдарға кейде тіпті темірді тамыр арқылы беру де қиын болуы мүмкін. Себебі оны ұстап алып, тасымалдайтын ақуыз, яғни трансферин жеткіліксіз. Тағы бір маңызды көрсеткіш қан сарысуындағы темір. Бұл қанның ішіндегі қазіргі темір деңгейі. Егер сіз темір препаратын ішіп жүрсеңіз, анализді сол препаратты тоқтатпай, қабылдап жүрген кезде тапсыру керек. Егер препарат дұрыс әсер етсе, қан сарысуындағы темір жоғары шекке жетеді. Бұл жақсы белгі. Препарат жақсы сынып жатыр деген сөз. Ал егер препаратты ішіп жүрсеңіз де темір төмен болса, бұл препарат әсер етпей жатыр деген сөз. Бұл жағдайда дозаны көбейту керек, немесе препаратты ауыстыру қажет. Соңғы маңызды көрсеткіш трансфериннің темірмен қанығу коэффициенті. Бұл өте маңызды көрсеткіш. Ол 45-50% деңгейіне жақын болуы керек. Бұл коэффициент темір мен тасымалдаушы ақуыз, яғни трансферин арасындағы тепе-теңдікті көрсетеді. Яғни, темірдің ағзадағы нақты жағдайын дәл осы көрсеткіш анықтайды. Қорытындылай келе, темір жағдайын тек бір ғана анализбен бағалауға болмайды. Ферритин, трансферин және қан сарысуындағы темір бәрі бірге қаралуы керек. Егер тек бір көрсеткіш жақсы болып, қалғандары сәйкес келмесе, бұл ағзада бәрі толық дұрыс дегенді білдірмейді. Нағыз дұрыс қорытынды тек барлық көрсеткіштер бір-бірімен үйлескен кезде ғана жасалады. Сондықтан анализ нәтижесін әрқашан кешенді түрде қарап, толық бағалау өте маңызды. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басыңыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.